Асылбековтар отбасының кішкентай әлия кенжесі Айжан және де Айжанның екі әпкесі, атасы мен апасы және әкесі мен анасы. Асылбековтар отбасы кешкі астарын ішуге дастархан басына жиналды. Тофтегі құйрақтай отсаңыз қайтеді қалтырап. Осы үйдің бүкіл ыдысын сындырып кеттіңіз ғой. Ол баяғы қалтырайды ғой, білесің ол қайда екенін. Ондай болса өзіңіз ішкізбейсіз бе? Бостан-бостан телефонда ойнағанша. Менде шаруам боласын дұрыстап шайынды ғой. Осы үйде ұшпайтын күндерің бола ма сендердің? Өйткен шайларыңа рахмет дедім. Не болды соншама? Дастарханның бері кесіп кетіріңдер ғой, бір кесе шай кеуі. Аяғым Назым, мені бөлмеме апарыңдаршы. Өйткен шайларың болсын. Жарайды, мен де болдым. Өйткен шай құрсын. Басыңыз атау ұштық қой. Осыларға шай берсең де тамақ істесеңге жақпайсың. Назым бар жүр, бала қара. Аяғым кел, ыдыстарды қынаймыз. Таңғы сағат 10 болды, анасы ұйқыдан енді тұрды. Ал Назым мен Айару Айжанды көндіре алмай жатыр. Таңғы сағат 10, анасы ұйқыдан тұрып келе жатыр. Қыздарым сағат қанша болды? Мына бала неге жылап жатыр? Апаларың қайда не істеп отыр? Мама, енді тұрдыңыз ба? Сағат 10 болды ғой. Айжан бізге көнбей жатыр. Біздің қарнымыз ашты. Шай беріңізші. Біз әлі сабаққа баруымыз керек, әбетте. Айжан бізге көнбей жатыр. Атам ана жақта қарны аш. Мама, сізде кішкене балаларға көмектесіп отсаңыз қайтеді. Кішкене шай қойып, ана балаларға тамақ бермейсіз бе? Олар сабағын оқымаған әлі. Айжанға да қарамайсыз ба, бостан-босқа телефонда отырғанша. Маған не дейсің, өздері есейді ғой. Өздері шай қойып үйренбей ма? Керісінше бізге шай бермей ма? Сен ерте тұрмайсың ба? Бізге сәлем беріп шайды өзің дайындап. Шаңқаша түскенін ұйықтай бересің ба? Орамал тақпайсың ба? Неғып жүрсіңдер? Жинаңдар, сендер сабақтарыңды оқыңдар. Назым екеуміз сабақ оқыған жоқпыз ғой. Иә, мен оқи алмай жатырмын сабағымды. Жүр шақыр мен атадан сұрап. Апа, бізге үй жұмысына көмектесіңізші, орындай алмай жатыр. Мен қолым жатқан жоқ. Ток, Инстаграм, Ютуб, сериал көріп отырмын. Міне апаларына барыңдар, аналарына сұрамайсыңдар ма? Мен қолым жатқан жоқ. Оған барамыз ба? Не барамыз? Алла қаласа барамыз. Оны қазір отбасымызбен отырып шешейік. Биыл қыс қатты болатын сияқты. Келін, шайыңды әкеліп қой. Сен бұны өзің істедің бе? Иә. Қазір тағы да көште, анжаға апарып. Мына қамшыны көріп жіберіңізші. Дұрыс істепсің. Онда шай ішейік. Қызым, әкеңнің киімі. Ба, қызым. Көке, мен бүгін олжалы болып келдім. Қанжыға майланып келді. Бүгін ана қарағасқа жарады. Балам, жарайсың. Сен келіп асыңды ішіп ал. Жарайсың. Серкені ертерек апарып беріңдер. Кеш қалмасын. Қаншама рухани әрі дамымдық қасиеттерді сіңіреді. Сол сияқты әженің айтқан ертегі әңгімелері арқылы жақсы мен жаманды, өтірік пен шындықты, ақ пен қараны ажыратуды үйренеді. Ата мен әженің мектебінен шыққан балалар өмірде рухани жағынан мықты болып келеді.